мына 50 жыл бірге өмір сүрген алтын той иегерлері Жұмағазы атамыз бен Күнбай апамыздың шаңырағына келіп отырмыз. Қасиетті ораза айымен тұспа-тұс келген жаңару айы Наурыз мейрамы келе жатыр. Осындай айтулы мерекеде сіздермен кездесуді жөн көрдік. 50 жыл отасқан жұптар нағыз даналық пен махаббат символы деп білеміз. Сондықтан біз сіздерге бірнеше сұрақтарымыз бар қоятын. Бірінші сұрағымыз, 50 жыл бірге өмір сүріп, үлкен жетістік болды. Осы жылдағы ең бақытты сәттеріңіз қандай болды? Енді ең бақытты сәттеріміз біздің балаларымыздың амандығы болды. Балалардың оқуға барғаны, оқу бітіргені, қызмет жасағаны, сосын келін түсіргеніміз, одан көрген немере шөберелердің рахат қызығын көріп, біз үшін ең бақытты шағымыз осы деп білеміз. Сол енді 50 жыл бойы отасу дегенде оңай дүние емес, енді қиыншылық та болды, жақсылық жақтары да болды. Осылай деп жауап беремін енді. Бірге өткізілген жылдарыңызда қандай қиындықтар болды? Қалай бірге жеңдіңіздер? Қиындықтар болды. Жұрттың бәріне сол кез қиыншылық өтті, отырып кетті. 1996 жылдары елде нан болмай қиыншылық болғанда бізде де сондай болды. Көршілеріміз менің де кластасым сұрақ келді. Мына енді кешкі балаларыма тамағым жоқ, он баласы. Сондай келдік. Сондай қиыншылық болды. Елде болды, ол бізде де болды. Сол қиыншылық дегенде өзіміздің ақылымызбен, өзіміздің оқыған тоқығанымызбен жеңіп шықтық деп ойлаймын. Наурыз көже. Жұмағазы жоғары білімді, мен де жоғары білімді, сондай жақсы жанұя болып өмір сүріп жатырмыз. Отбасылық өмірде ең басты құпиясы не деп ойлайсыздар? Ең басты құпиясы сол жақсы тұру үшін адам біріне бірі сене білу керек, жақсы қарым-қатынаста болу керек. Бақытты өмір сүру үшін көптеген еңбектер жасау керек деп ойлаймын. Сосын бірін түсіне білу, сол жаңағы қиыншылықты білімменен, еңбегімізбен жеңе білдік деп ойлаймын. Наурыз мейрамын отбасыңызбен қалай қарсы аласыздар? Наурыз мейрамын жылда біз наурыз көже жасаймыз. Сосын етімізді асып, құт көжемізді кесіп, алғашқы кездерде құт көже ғана білетінбіз. Наурыз көжені кейіннен үйрендік енді. Қазір көжені өзі бәрін пісіріп, неке наурыз көже ішіп отырмыз. Сондықтан наурыз дейміздер енді осыдан бірінші бісміллә деп. Бісміллә, наурыз дейміз. Жас отбасыларға қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Жас отбасыларына енді сол жаңағы бір қиыншылық жоғалса, соған мойымай, екеуі бірдей атсалысса, одан қалған мен өзі ата-енем керемет жақсы адамдар болды. Көрші-көлеміміз бәрі де. Солардың да көп әсері болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан енді қиыншылықты сол ата-анаменен, бала-шағаменен бірге жеңіп келе жатырмыз. Соңғы қорытынды сұрағымыз, ең жылы сұрағымыз, егер уақытты кері қайта алсаңыз, қандай сәтте оралар едіңіз қайтадан? Мен енді ешқандай өміріме өкінбеймін. Тек қана мен бір ерланымның ғана кетіп қалғаны, ол енді өмірдің заңы, оны кері қайтара алмаймын. Тек қана енді осы ешқандай өкінішім де, өкінетін затым ойым да жоқ. Сосын ондай қиыншылық бізде енді бола қойған жоқ. Балаларым бәрі аман. Осы бар бақыт, балалардың амандығы, жақсы тату-тәтті өмір сүруге, жаңағы бір жарым айда 25 жыл ғой. Өзі бар шаруасын істеп жатады. Мен енді өзі шаруа онша жоқпын, бірақ қызмет жасап, тек қана біздің бар қолымыздан келгені қызмет жасап, балаларды оқыттық. Осы үш баламыз, күйеуіміз бәрі өзі қызметтен оқып шықты. Сол енді. Қазір енді шалымды денсаулығы болмай қалып, қиыншылық орында болса, сонымен кетсін енді, содан басқасының бәрі жақсы деп жүріп жатырмыз. Бүгінгі шаңырақтарыңызда отбасылық күміс кереге 25 жыл мен 50 жылдық алтын шаңырақ иесі осы Жұмағазы атамыз бен Күнбай апамыздың үйінде отырмыз.
Біз қазір 25 жылдық күміс кереге иесі кішкентай Саянымыздың ата-анасы Абай мен Гүлжанның шаңырағындамыз. Біз сіздерге дайындаған кішкене сұрақтарымыз бар. 25 жыл бұрынғы армандарыңыз бен бүгінгі өміріңіздің арасында қандай ұқсастық пен айырмашылықтар бар? Жоқ, қандай отбасы құрдық 25 жыл бұрын. 5 баланың ата-анасымыз қазір. Айырмашылық берсең. Қазіргі таңда енді көз ашып жұмғанша өзімде де зейнетке шығып кеттім, 25 жыл стажбен. Осы бір жыл бұрын үлкен баламыз оқу бітіріп жұмыс істеп отыр қазір Астана қаласында. Екінші баламыз Алматы қаласында студент, бірінші курс. Қалған 2 бала мектеп жасында, сосын кішкентай Саянамыз садикте, Гүлдер тобынан. Сол осындай күнделікті өмір. Жақсы, өте жақсы. Бір-біріңізді жақсы түсіну үшін ең маңызды қасиет қандай деп ойлайсыздар? Бұл ең маңызды қасиет бір-бірін енді түсінушілік, бір-бірін түсінуі, екі жастың сосын сабырлық мінез болу керек, екі жас үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу. Сол деп ойлаймын, сондай сыйластықтар болса, бәрі жақсы болады. Дәстүрлеріңіз бар ма? Оны қалай сақтап жүрсіздер? Отбасылық дәстүр енді. Жаңа жылды қарсы аламыз бірге, бәріміз жабылып стол жасап, наурызды қарсы аламыз, осылай наурыз көжемізді істеп, бүкіл ұлттық тамағымызды қойып стол басына бәріміз отбасымызбен жиналамыз. Сол сондай. Бір-бірлеріңізге арналған ең әсерлі сыйлық немесе тосын сыйлық қандай болды? Өзімізге балаларына демей ғой. Ең бақытты. Ең бақытты сәт ол осы махаббатымыздың жемісі, осындай балалардың дүниеге келуі деп ойлаймын. Сол балалардың аман есен өсуі, сол бізге сыйлық. Жас отбасыларға қандай кеңес берер едіңіздер? Тату тәтті өмір сүрсін деп жас үлкен сыйлап, үлкен құрмет көрсетіп болса. Бүгінгі кездесуіміз жақсы өтті деп ойлаймыз сіздерге. Сіздерге тілейтініміз зор денсаулық, ұзақ өмір. Үйдегі қарты бар үйдің қазынасы бар дейді, үлкен кісілер аман болсын. Осылай әрқашанда осылай наурыздан наурызға аман есен жете беріңіздер. Мерекеге орай бізде отбасылық қана көрінеді. Саянамызға керек нәрсе болды, ертең наурыз атағасын. Саянаға. За что? Ой, рахмет. Шекелік. Береке үшін, ерсі қайырым берсін, келе жатқан жаңа жылымыз қайырлы жылы болсын, наурыз мерекесі, әр отбасыға жаңа бақыт әкелсін, елдеріңізге саулық.